Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысының су айдындарында балық аулауға уақытша тыйым салынды. Шектеу балықтардың уылдырық шашу кезеңіне байланысты енгізілді. Бүгіннен бастап Қапшағай су қоймасында, ал 25 сәуірден бастап Балқаш көлінде балық аулауға болмайды. Мамандардың айтуынша тыйым маусым айына дейін сақталмақ. Кейбір аймақтарда шектеу ай ортасына дейін жалғасуы мүмкін. Осы кезеңде балық аулау заң бұзушылық болып саналады. Ол үшін жауапкершілік те қарастырылған. Шектеулерге қарамастан заң талаптарын елемейтіндер де бар. Балқаш Алакөл өңіраралық балық шаруашылығы инспекциясы мен табиғатты қорғау полициясы бірлескен рейдтер жүргізілді. Жыл басынан бері бас аяғы 120 заң бұзушылық дерегі анықталып, 2 тоннадан астам балық тәркіленді. 3 миллионнан астам айыппұл және балық ресурстарынан келтірген залал үшін 16,8 миллион теңге талап арыз берген. Сонымен қатар балық ресурстарына үлкен залал келтірген үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес 2 қылмыстық іс қозғалған.